Әкем туралы айту мен үшін тек еске алу емес. Бұл өмірімнің бір бөлшегін қайта жаңғырту. Бүгін мен әкем Бектұрғанның өмір жолын айтып өткім келеді. Әкем 1978 жылдың 13 қазанында Маңғыстау өңірінің Қызылсай ауылында дүниеге келген. Ол Нұрасыл атам мен Нұрбиба әжемнің тұңғыш ұлы еді. Отбасында үлкен болғандықтан бауырларына да қамқор болып өсті. Артынан Айгүл, Гүлжан, Майра және Үстұрған бауырлары ерді. Кейін отбасы Жаңаөзен қаласына көшіп келеді. Әкем осы қаладағы номері 8 мектепте білім алып, 9 сыныпқа дейін осында оқиды. Ал кейін білімін одан да әрі шыңдау үшін Ақтау қаласындағы Қазақ-Түрік лицейіне аттанады. Бұл оның өміріндегі үлкен ізденіспен жаңа мүмкіндіктерге басталған жол еді. Содан соң Шахмардан Есенов атындағы университетке оқуға түседі. Студенттік жылдары өз ортасын тауып, өмір бойы бірге болатын адал достарын табады. 1998 жылы әкем мен анам шаңырақ көтеріп отау құрды. Сол жылдардағы әкемнің жарқын бейнесін көрсетіп өтейін. Ал бүгін 25 декабрь күні Бектұрған деген бала үйлену тойының мәртебе несін бастап атырғанымыз. Рұқсат болса. Иә, кәз келін келеді. Мана айтқан күткен келініміз келді. Аумин. Дәмен тілебе. Ведущий болып жүр. Нәсілден осындай атаңызға ой, келін болып алғаш рет ел халқы. Жас едім өмір керген бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайда маған. Жан әке шертіп сезім домбырасы кеудемді қуанышқа. 1999 жылдың 2 желтоқсанында мен дүниеге келдім. Әкем үшін де бұл күн ерекше болған шығар. Әкемнің жақын досы маған Жасұлан деген есім берді. 2001 жылы әкем мұнай саласына жұмысқа кірді. Маңғыстаудың қара алтынына айналған мұнайлы өлкеде еңбек етіп отбасын асырады. Бірақ біздің өмірімізде ешқашан ұмытылмайтын бір күн бар. Біз үшін үлкен қасірет болған сол күн бір сәтте бірнеше адамның өмірін өзгертті. Атам Нұрасыл, әжем Нұрбиба, әкем Бектұрған, апам Майра. Бүгінде олардың бізге естелік суреттері ғана қалды. Бірақ суреттегі жүздеріне қараған сайын олардың даусы, мінезі, бірге өткізген күндері жүрегімізде қайта жаңғырады. Сол ауыр күндерден кейін өмір бізге тағы бір үміт сыйлады. Орынгүл қарындасым дүниеге келді.
Әулеттің тамыры тереңде, ал әрбір жаңа бүршік өмірдің жалғасуы. Бүгінгі жаңа өмір ертеңгі ұрпақтың бастауы. Әкемнің ғұмыры аяқталғанымен, оның өмір жолы аяқталған жоқ. Мен әкемді ешқашан ұмытпаймын, және оның есімін кейінгі ұрпаққа қалдыру менің парызым.